Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Сіздерге бүгін осындай сүтке, майға жасалатын май пәтір нанның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіз, дәмі керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркелдіңіз бе? Тіркелмесеңіз, тіркеліп алыңыз. Және де қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыз. Төменге масалықтардың мөлшерін жазып қойдым, қарап жасай берсеңіздер болады. Әуелі сармайды мен еріткен жоқпын, жылы су, жылы сүт болғандықтан, және де қамырды ұзақ илеу барысы болғандықтан мен еріткен жоқпын. Сіздер ерітіп салсаңыздар болады. Қамырыңыз қаншалықты ұзақ уақыт иленсе, наныңыз соншалықты әдемі болып шығады. Қамырымызды барынша қаттылау илей берсеңіз болады, өйткені құрамында сары май, сұйық май болғандықтан қорықпай жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан соң жылы жерге 1,5 сағатқа орап қоясыздар. Мен 3-ке бөліп жасадым, сіздер 4 бөлікке жасасаңыздар кішірек болып әдемі болып шығады. Нанды жасау барысында мен сіздерге осындай өткір алмасты көрсеттім. Мен осымен қолдандым. Егерде сіздерде өткір пышақ болса, пышақтың көмегімен де жасауға болады. Алмаспен жұмыс жасау барысында абай болыңыздар, қолдарыңызды кесіп алмаңыздар. Әрине ол міндетті емес. Олайда жасамай қойсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай нанның бетіне айранды қолдандым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жұмыртқаны да қолдансаңыздар болады. Және де мен осындай нан шұқығыш пайдаландым. Егерде сіздерде болмаса, жаңағы шанышқының көмегімен жасай берсеңіздер болады. Алдын ала пешіңізді қыздырып қойыңыздар, және де нанды салатын табаны да қыздырып алыңыздар. Сонда наныңыз жабыспайтын болып шығады. Нанды жасау барысында нанның қалыңдығы максимально 3 сантиметрге дейін болуы керек. Нанды пісірер алдында 10-15 минуттай нанды демалдыру керек. Бетін жауып қою керек обязательно. Содан кейін барып пешке саласыздар. Әйтпесе бірден жасап, бірден пешке салатын болсаңыздар, нан көтерілмей қалады, және де арасы тығыз болып қалады. Сөзімді осымен аяқтайын. Өзім жасап жүрген нанның барлық қыр-сырымен сіздермен бөлістім, және де видео ұнаса, міндетті түрде лүпіл басуды ұмытпаңыздаршы. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қандай да бір түсінбеген жеріңіз болса, сұрағыңыз болса, төменге комментарийге жаза кетіңіздер. Міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.